Ата-бабадан қалған бір ажайып гәп бар. Мен кезбеймен, менің несебем кезет дейді. Бүгін тұз несеп ұсындай Қарақалпақстанның Қараөзек районының мәдениет совхозына да кетіп келдік. Бұл жерде 16 гектар майданда бірнеше имаратлары менен текарынан мал шаруашылығы қожалығы үшін арналған объект сатылады. Жол жүрдік, жол жүрсек те мол жүрдік. Келіп бұл жердегі имаратларды көріп, діземнің миы шайқалды дегендей жеріне кеп қалды. Діземнің миы шайқалмақты, басқа зат болса да ақша керек, күнкөріс керек, жасау керек. Құласы мыңлардан біріне, миллионлардан біріне керек болатын объект болады. Ал егерде бұл жер харекетке келіп кетіп, сондай бір көш экспортына шекен баратын жер болса, я басқа да типтағы қызметлер, іслермеліктер харекетке келетін болса, әлбетте бұнан ел, халық пайда көреді. Демек, видеомызды баслаймыз. Ақырына шекем көрейік, себебі қиыншылықлар болады съемка процесінде. Жүда үлкен объект, жақсы объект. Бақасын видеоның соңында айтып өтеміз. Бұл нелерді қылдырмайды, сонша жерге келдік, қарап отыру, басқасы жоғынан. Маклер Нукуста гәп ешқашан таусылмайды. Дүнияда аназат таусылуы мүмкін, мыназат таусылуы мүмкін. Лекін Маклер Нукуста гәп таусылмайды. Ақшасын ап қойдың ба, ісіле түсіндір, көрсет, несибесі келсе алады деген жер бар. Бұл 16 гектар майдандағы кезектегі имарат, кезектегі бөлім деп айтылады. Мал сақлау үшін. Мінекей, қайсынша жыллары істеп шығарылғанын білмеймін, аз документтерін көріп, экранларыңызға жазып кетуге әрекет қыламыз. Ал бұл екінші бөлімі, достар. Қараң, мен Нөкістен сонша километр жүріп, келдім бір лайк басың сонша минетке. Қараң, сондай үлкен бөлімнен ібарат болады екен. Және бір бөлімі. Қане. Нөкісте сонша жұмысым тұрып, Қараөзекте жүргеніме қара. Объекттің ішінде қарап тұрсақ, осындай асфальтланған екен. Нөкістің айрым көшелерінде жоқ мұны асфальт. Ташкентте жоқ деген ана, екі жағы терек деп. Міне осындай бір қанша өлі байлықлар бар бұл жерде. Неше мың метр мына заборды айландырған қараңда. Қаншасы шығады бұл жерде. Мәйлі бұзып алып кете қояқ, мысал үшін деймен да. Мына өлі байлықларға қараса сен. Өлі байлық дегені қазірше я иесіне, я басқаға пайда келдірмей тұрған байлықлар, өлі байлықлар деп айтылады. Мархамат, бұған да көпшілік қазір зат мүтәж, бірақ бұл жерде құр жатырыпты. Сондай объектта қазір біздер өз жұмыстарымызды давам еттіреміз. Объекттің кезектегі бөліміне қадам қоймақтамыз. Бұл жерде де өлі байлық, газ гірпі бар екен. Бір кино түсіретіғын, клип түсіретіғын жер екен. Бұндай детектив кинолар жақсы көреді ғой, мархамат. Бұндай саған локация керек болса, міне саған локация. Супер локация. Өмір сынағының бір жерлеріне түсіру үшін осы жерге келсең болады екен деге. Ашықлық, құм, кесірткелер бар екен. Егер съемка үшін ұстап қала алсаң, бұл екінші бөлмеді, достар. Келің осы жерде бір ақыл ойынын өткіземіз. Яғни айтқанда, бипул 0 сом қылып сіздің атыңызға осы жерді өткізіп берсек. Бірақ деймен де, бірақ қаммен затты бұзып алып кетіп қаламыз. Сіз не қылар едіңіз? Мархамат, комментарияға жазып кетеміз. 16 гектар. Мәйлі, қоршаланған тарепін тастап кетеміз. Ал атамызбенен объектті зерттеуде давам етеміз. Ата, еле барма қызықлар бұл жерде көрсететін? Мал бағу үшін үскенеленген жай бар. Үскенеленген жай, мал бағуға, я? Қая. Ой, бұл Нөкісте бұл гектар ғой, орайда 400-500 миллион алты сотық бұлан. Жасауға, бизнесқа қолай жерлер. Ал бұл 16 гектарымыз. Бай, сонша өлі байлығы менен, я? Просто бір шаққан күшкі адамлар керек та бұл жерге. Соларға жеткізіп апару керек. Қазір күнде мал бизнесі, мал шаруашылығы бизнесі қатты рауажланбақта. Дүния жүзінде көшке, сүтке болған талап өседі ешқашан кемемейді. Соның үшін бір өзімізде болса өзімізде болмаса басқа жердегі шаққан адамларды бір харекетлеуіміз керек. Мархамат, кезектегі бөлім. Оппа.
Ана жерден кіреміз бе? Міне, мал сақлауға тайын тұрған бөлімі екен. Мінекей, опа, тоқлар тартылған, от жем үшін, су үшін керекті имканиятлар бар. Мына жерден кіреміз бе? Ар жақтан? Ар жақтан кіреміз. Опа, мінекей, көре бересең, көне бересең деген осы болады. Көре бересең, көне бересең. Айланып кіреміз бе? Атам шаққан деген. Жүгіріп баратыпты, мен сөйлеп әстен дауам еттіремін. Оппа. Қараң. Бұл жерге иелік етудің өзі бір сиқыр шығар менімше. Неке, оппа. Әтрапындағы қорғалар. Тас кірпіштен өрілген екен, заборыңыз. Мына жақта қорған. Тас кірпіштен. Неке. Кезектегі от жем үшін арналған бөлмәйзілер. Оппа. Төбел. Баспақтық, Бұл тәрепінде от жем тұрады, сондай ма? Жақсар. Дауым еттіреміз, әзілер. Лайк бас, қолап қуатлап, бір нәрселерді жазып тұрасылар. Мына жерлерде бидай, жүйері мәккені көміп сақлап қоятығын жерлері де бар екен. Табиат. Міне саған табиат. Бұл кезектегі объект, бұл кіріп келе беріс бөлімі. Администрация, офис десек те болады. Мұнау неғып жүрген адам деп қарап атыр ғой. Ал бұл, ата, шарт емес міне. Міне, кезектегі объект. Гүлдендірейік, рауажландырайық. Халыққа пайдалы болады. Елге, мемлекетке пайдалы болады бұл жерлер рауажланса. Ал олай болса, Маклер Нукусқа хақ жол. Видеоны соңына шекем көргеніңіз үшін рахмет. Лайк басқаныңыз үшін рахмет. Баспай жақ болып тұрғаныңыз үшін да рахмет. Комментариялар үшін рахмет. Осындай Қарақалпақстанның өзгеше орындарында көріскенше деп қаламыз. Сау, саламат боласыздар.